Атақ пен даңқ, байлық пен жетістік. Бұл ханымдардың өмірін керемет деп елестететін боларсыз. Халық оларды жақсы көреді, бірақ бұл жетістіктің құны қандай? Алғаш рет олар ақиқатын ашып айтады. Она просила его уйти от меня, на что он ответил: ну как я ее брошу, она же старая, ей 35 лет, она не может родить. Как я ее брошу, ты можешь потерпеть немножко? Мама, енді мен ату жазасынан етема, адам өлді ғой дегенде қайрат басына қорқыныш пайда. Когда ты медийное лицо и ходишь с синяками на глазах, это страшно. Олар ұят болады деп үндемей келді. Бірақ бүгін бүкіл елге ұят емес деуге даян. Я люблю человека сейчас, с которым я не могу быть вместе. Он женат. Жанарға жасырынған жас. Соғын әке мен түнде ұрғаным есімде, сен неге еркек алып келесің? Через 2 месяца женился на другой. Нормально? Бегите от этих уродов. Үмітсіздік. Мен жылап қарсы алдым қыз екенді. Бұлай жалғасуы мүмкін емес. Ну, я сделала тут такие моменты. И у меня должно было быть 2 или 3 ребенка. Қайғы, Я понимаю, что тебе не дают ничего просто так. өкпе-наз. Көбісі ойлайды мен туралы дайын нәрсеге барып отыра қалған адам деп. Олай емес. Ашық сұхбат алаңы. Боямасыз өмір. Еліміздегі ең шынайы жоба. Танымал ханымдардың тағдыр талайы. Сіздің қате баспауыңызға сеп болсын. Ұят емес, 31-ші арнада. Бүгінгі бағдарламада Жұлдызай Дүйсенбиева қайда кетті? Үйде жейтін нан болмай, тіпті продукты болмай қалған кездер болды. Актриса неліктен өмірінде 3 рет көрген жанның етегінен ұстағанын ашып айтты. Тоқта, сен сонда телефон, WhatsApp арқылы ғашық болып қалдың ба? Дүйім жұрт ертең не деп дүрлігеді? Демек біздің көрермендерге бір жағымды хабар алып келіп отырсың, эксклюзив десек болады, иә? Ол көрерменді күлдіріп үйренген. Сахнада күліп тұрса да, өмірде жылаған сәттері көп болды. Бұл туралы оған айту оңай емес. Деседе ол бүгін осында менің бүгінгі кейіпкерім белгілі актриса Жұлдызай Дүйсенбиева. Сәлем, Жұлдызай. Соңғы кездері үлкен сахнадан сені көрмейтін болдық. Қайда жүрсің, не істеп жүрсің? Мен осыдан 2 жыл бұрын жылға кетіп бара жатырмын, тұрмыс құрдым 2014-те. Содан кейін енді тұрмысқа шыққаннан кейін, жанұялы болғаннан кейін балалы болдық дегендей, өзіміз көптен күткен бала болғаннан кейін кішкене үйде ұзақтау отырып қалдым. Кеш тұрмысқа шықтым ғой. 33 жасымда тұрмысқа шықтым. Көп таңдадың ба, жоқ әлде не себептен шықпадың? Жоқ, менде уақыт болмады, шыны керек бар ғой. Таңдауға да уақыт болмады. Мысалы үшін, бір жігітті көру үшін, онымен 1-2 рет кездесу керек, не болмаса 1-2 рет сөйлесу керек. Енді бір көргеннен адамды білесің ғой, 2-ші рет әңгімелескеннен кейін. Ал менде сондай уақыт болмады. Менің біріншіден әке-шешем қатал болды. Екіншіден мен түскен ортадағы басшылардың бәрі қатал болды. Кімге тұрмысқа шықтың? Сарыағаш өңірінің тумасы. Мен айтам ғой, өмірлік серігім өмір серік. Өмір серік есімі, мамандығы геодезист. Тіптен өнерге қатысы жоқ. Соған тұрмысқа шықтым. Сол 2013-тің жазында таныстым. Ораза айы болатын. Ауызашарға бардық бірге. Нысанадағы Дәнекер деген жігіт бар, актер. Сол жігіт таныстырды. Бірақ мен ол кезде ол жігітті, өмір серікті жігіт ретінде қарап,
танысқан кезде. Соның алдында бір сызылып отырып, өзімді бір қыз сияқты осылай қылмаңдап ештеңе жасаған жоқ. Мен қалай бармын, солай отырдым. Ол сол біз ауызашардан кейін кеткеннен кейін дәнекерден менің телефонымды алса керек. Содан кейін ол маған 2-3 айдан кейін ғана телефон соқты. Өйткені өзінің айту бойынша саған телефон соқсам тур бір ұрысып беретін сияқтысың. Сөйлеспей қоятын сияқтысың деген сияқты нәрселерді айтты. Бірақ ол алғашында звондаған кезінде шынында да маған сәлеметсіз ба Жұлдызай, бұл Серік қой деді. Қандай Серік дедім мен. Дәнекер таныстырып еді ғой деген кезде, дәнекер мен бір жерде бір өздерінің достары ят болып қалмасын деп, мен ол кезде танығанда жоқпын, ят болып қалмасын деген оймен ғана Серік қалайсыз дедім. Сонымен жақсы сөйлесе аласыз ба деді. Жоқ, мен тамақтанып жатырмын, уақытым жоқ деп телефонды қойып қойдым. Ал керек болса. Одан кейін ол тағы да 1 ай 2 ай жоқ болып кетіп, содан кейін ғана екеуміз кішкене телефоннан WhatsApp дейді ғой, сонымен сөйлестік. Ол саған екінші мәрте өзі хабарласты? Иә, өзі хабарласты. Сонымен солай телефоннан сөйлесіп жүріп, мен оны онда да жігіт ретінде емес, бір досым, сырласым, білмеймін неге екенін, мен сол жігітпен көп сырластым. Кейде біреуге ренжіп қалсам да соған айтатынмын. Өзің түсінбейсің неге? Иә, біртін келе менде оған деген кәдімгі бір, қалай айтсам болады, привязанность дейді ғой, бауыр басып қалдың бірден, сеніп, кәдімгідей соған айтқым келіп, бір ренжігенімді, қуанғанымды сонымен бөліскім келіп, сондай болып қалды. Бірақ кездескен жоқпыз ол кезде де. Біз сол ауызашардан кейін кездескен жоқпыз. Тек телефонмен, тек телефонмен сөйлесіп жүріп, сол жаңа қаңтарға... Тоқта, сен сонда телефон, WhatsApp арқылы ғашық болып қалдың ба? Жоқ, мен ол кезде ғашық болдым деп айта алмаймын. Мен ол кезде тек сөйлесіп жүрдім, жақсы сөйлесіп жүрдім. Аяқ жағында мен оны өзім іздей бастадым. Қалай, неге бүгін телефон соқпады екен, не болып қалды екен деп уайымдап. Бірақ онда да мен оған ғашық болдым. Не болмаса ол жігітке тұрмысқа шығам деген ойымда, 3 ұйықтасам ойымда болған жоқ. Шыны. Одан кейін ол жігіт мені сол 8 наурыз күні Шымкентке арнайы іздеп келіп, құттықтап кетті. Сол кезде бірінші рет кездестік екеуміз. Одан кейін 12 наурыз күні кездестік. Жоқ, сен 8 наурыз туралы айтып берсеңші? 8 наурыз күні, 7 наурыз күні, 8 наурызға қараған түні 12-ге 10 минут қалғанда ол маған Шымкенттегі үйіме келді. Сонымен мен сыртқа шығасыз ба деді. Мен деген үйден жаңағы бүкіл біресе дайындалдым, біресе дайындалмаған сымақ болдым, біресе бояндым, қайтып өшірдім. Енді дайындалып шықты деп айтпасын деп, шыны керек, кәдімгі спорттық киіммен шықтым. Есіктің алдына шықсам, ол достарымен келіпті. Сонымен достар, өмірсеріктен бұрын достарының сұрақтары, шында да сол сізсіз ба? Екеуіңіз қалай кездесіп қалдыңыздар? Кинодағы кәдімгі кітаппен келе жатып соғысып кездестіңіздер ма деп неше түрлі әңгіме болды онда. Сон бір жарты сағаттың көлемінде тұрған кезде ғана барып бір досының есіне түсіп, айтпақшы, біз сізге гүл алып келіп едік қой деп. Сол кезде ғана гүл берілді. Содан кейін барып бір жерге шай ішейік деді. Бірақ негізі мен өзі түнде жүргенде онша құптамайтын адамның бірімін, сондықтан мен айттым, мен түнде шықпай-ақ қойын дедім. Оның үстіне бірденнен, я жарайды деп достармен келдіген деп шыға салмайын деп шықпадым. Сөйттік та біз ертесіне түсте шай іштік, сол достармен тым жақсы әңгіме айттық. Сол кезде маған айтты, ой, сіз деген вообще басқа екенсіз ғой. Біз сізді жаңағы, мен енді көбісі жаңағы ғой, ұрысқақ деп ойлайды екен. Осы бірдеңе айтсақ бетіміз жылып алады, осы қыз ойнаған интермедияларыма қарап солай ойлай ма. Жалпы мен өзі сырт көзге суық болып көрінеді екен. Біреуге өтірік, біреуге шын шығар, бірақ біз сол 8 март күні кездестік, түсте шай іштік. Одан 12 март күні мен Алматыға бір съемкаға келіп, екеуміз кешке жақын бір шай іштік. Бұл сол 12-сінен кейін 28 март күні, театр күні ол мені звондап құттықтады да, сол күні маған айтты, Жұлдызай, сіз егер қарсы болмасаңыз, 12 апрель күні мен мамамды Шымкентке шақырып қойып едім, сіздің мамаңызбен кездессін деді. Сосын мен айттым, не үшін дедім. Сонда саған телефон арқылы айтты? Иә, телефон арқылы айтты. Құттықтарды ғой енді. Сонда бұл саған күйеуге шығу туралы ұсыныс болды ғой? Ұсыныс есебі болды ғой, бірақ өзі айтып тұрған жоқ та. Наурыздың 28-інде. Театр күнінде.
Содан кейін мен әзілдеп күліп айттым да, не үйленейін деп жатырық па, не деп ем. Енді жас емеспіз ғой, үйленбейміз ба деді. Ойбай, сен сол кезде маған өзің жақсы көрген бірдеңе айтпайсың ба деп күлдім да. Сөйтсем, оның бәрін айтып не керек? Адам сезіну керек қой, сен сезген жоқсың ба не осы күнге дейін деңіз. Ұялып қалдым бір жағы. Енді айтшы, шыныңды сездің ба? Енді сездім әрине, бірақтан шыны керек олай тез тұрмысқа шығам деп ойлаған жоқпын. Сонда тойға дейін қанша рет кездестіңдер? 2-ақ рет. 2-ақ рет кездестік. Үшіншісінде ол аналарымызбен бірге кездесу болды. Сенің сонда әке-шешең, туған туыстарың сұрамады ма? Енді айналайын, бір-екі кездескен жігітіңнің мынау не болып жатыр өзі деп? Салт дәстүр деген. Мен ешкімге 1-2 рет кездестім, не болмаса кеше ғана таныстым деген сияқты ештеңе айтылған жоқ. Бірақ анама айттым, мама дедім, мен былтыр танысқаным рас. Мамам айтты ғой маған. Мама өстіп сізбен құдағиыңыз кездесем деп отырмыз. Қойшы айналайын, қайғыда бірдеңе айтпа, аяқ астынан тауып алыңыз бірдеңе. Соны мен айтамын, мен аяқ астынан тауып алған жоқ, мен шын айтып жатырмын десем, сенбейді мамам. Мен айтам, жарайды, сенбесеңіз, келмей қойыңыз, онан мен тұрмысқа шықпай қойыңыз. Қой, барам дейді. Содан кейін келді. Келгенде мамам айтты, маған шынымен ба Жұлдызай, иә. Бірақ бір көргеннен менің мамама да ұнады Өмірсерік. Сен ұнадың ба енеңнен бір көргеннен? Енді оны білмеймін. Ұнаған шығар. Өзің қандай күйде болдың сол алғашқы кездесу? Ой, мен жаман ана жерде қатты уайымдадым. Бардым да ортаға тұрып қалдым. Қалай амандасады екен? Бірден сәлем салсам ұят болып қалар деп па? Не істер екен деп өзім қатты солай уайымдап кірген кезде ол кісілер уже столда отыр екен. Сонымен жаңағы атамыздың, жаңағы әпкеміз, енді дәу мама деймін ол кісіні. Сол кісі бірінші орнынан тұрып, ой, айнал, мынау деген өзіміздің Жұлдызай ғой. Құдай бере саған деп маңдайына сүйген кезде барып жүрегім орнына түсті. Ал одан кейін барып енем амандасты, енем де маңдайымнан сүйді. Содан кейін кішкене уайымым басылғандай болды. Достарым да сенген жоқ менің ұзатуыма. Неге сенбейді? Мен енді өйткені ешқайсысын айтқан жоқпын. Жақын құрбыларымның өзіне мен Өмірсерікпен сөйлесіп жүргенімді, өйткені мен өзім сенімді болмадым, білмедім ғой. Сол 13 күні болған әңгімеден кейін мен уже жақын құрбыларым бәріне айта бастадым. Өйткені шақыру билеті тарқатылды, келіңдер деген сияқты. Сонда да сенген жоқ. Мүмкін емес. Сен әдейі жасап жатсың. Қалай ол сен аяқ астына неге айтпайсың? Менің жақын құрбым бар, Оразгүл деген, ол тіптен ренжіді. Қалай ішіне сыйды Жұлдызай, қандай адамсың, мен сенен күткен жоқпын деп. Сосын мен Оразгүлге айттым, Оразгүл, мен шыны керек өзімнен де күткен жоқпын деп па? Мен өзімді күткен жоқпын. Мен күйеуге тигеніме ұзақ уақыт сенбей жүрдім. Сенің қайын жұртың қандай келін екеніңді айтып берді. Саған қызық па олардың пікірлері? Қызық. Осылай мен Жұлдызайды алайын деп жатырмын, өнер адамы, сіздер қалай қарайсыздар деп не қылды. Сонда біз жаңа 5 әпкеміз, бір жеңгеміз бар ғой енді өзі бір неден. Ойлана келе біз қарсы емеспіз дедік. Үлкен әпкем айтты, біз шіркін лайфта көргенбіз Жұлдызайды. Оның уәдесі бар, мен ауылдың тәрбиесін алып өскен қызбын, ауылға келін болса мен салт дәстүрді сақтаймын деп ойлаймын деп айтқан сөзі бар. Біз оған сенеміз дедік. Бүкіл ауыл көшіп келді десе болады, Жұлдызайды көруге келін болып түскен. Бейташарына бүкіл ауыл көшіп келді. Айтсам сенбейсіздер, Жұлдызай кәдімгі ауылдың келіні. Есіктен кіргеннен масы галошын киеді, қалатын киеді. Асханаға кіріп шайын дайындап, тамағын дайындап, кәдімгі келін болады. Тойдың алдында біз жылқы сойдық. Сол жылқының шек қарын өзі тазалады. Күн салқын еді, ноябрь айы. Масы галошты киіп алып шек қарын тазалағанда қайнылары күлді. Қазір мен сізді телефонға түсіріп алып, этюдқа салып жіберемін жеңге деп. Қой, салма деп ұялады. Бір қызық болған жағдай, келін таңертең тұрып сәлем салады ата-енесіне. Сонда жаңағы бізде залда үлкен атамыз бен әжеміздің портреті тұрады. Сонда кіріп таныстырдық енді, үлкен аталарың болады, әжелерің болады. Сонда Жұлдызай сәлем салып болып жаңағы суретке қарап, сондай таң қалып қарап қалды жаңағы суретке. Сонда не болды деп сұрағанда,
Жұлдызай келін болып түспей жатып, өмірсерікпен таныспай жатып, түсінде аян берген екен. Түсінде жаңағы біздің әжеміз түсіне кірген екен. Келін боласын деп, жаңа маңдайынан сипап кеткен екен. Құдай бұйыртып, Жұлдызай жеңгеміз ана атанды. Қызының атын сол түсіне байланыстырып, жаңағы Аянат деп қойды. Шынымен аян берді ма? Иә, ол шынымен болды. Мен ол кезде өмірсерікті танымайтын кезім ба, или сөйлесіп жүрген точно тура уақытысы есімде жоқ, бірақ түсімде көп адамның ортасынан кәдімгідей бір ұшып тұрады ғой адам, ұшып, былай толық денесі көрінген жоқ, осылай белден былай қарай кәдімгі әппақ болып, бір апа топтың ортасынан шығып, былай орамалы осылай ұшып, басыма салды да, сен менің немереме тұрмысқа шығасың деді. Сөйтіп мен ояндым да, оны оянып кеттім да, ойладым, ой қош, түс түлкінің дегендей, маған тура соған қарап қаппа, қанша түс көріп жатыр қойбаған дейін. Кім екен оның немересі деп күлдім. Ол түсті өмірсерікке айттым. Мен сондай түс көрдім дедім. Сөйтіп сен ол әжеден сұрап алмадың ба, аты кім екен, немересі кім екен біліп алмадың ба деп маған күлді ол. Мен де күлдім да қойдым, оған қатты мән берген жоқпын. Бірақ сол беташардан кейін жаңағы сәлем салғызды ғой, енді кіргізіп әжесіне суретін көрген кезде кәдімгідей ойбай, мен әжені түсімде көргем деп айтсам, маған сенбеді енді көбісі. Бір сенген жар, бір сенбеген жар, бірақ ол шын хақ нәрсе көрдім. Иә. Тіпті кейінен біз бір ауылға барғанымызда әжеміздің жаңағы қатарлас замандас құрбысы, енді үлкен кісі. Ол айтты, мен түсімде жаңағы сіздердің әжелеріңізді көрдім, маған жаңағы өз көпірден өтіп бара жатып жүзік тастап кетті деді. Сол жүзікті менің немереме жаңағы өмірсерікке, балама, енді кемпір шалдың баласы ғой өмірсерік, менің балама апарып бер деп бер жерді деп. Сол кезде енем күлді. Жүзіктің көзі қандай екен, жасыл ма екен, қызыл ма екен? Енді өз менің аяғым ауыр кез ғой. Келініміз қыз туа ма екен, ұл туа ма екен білейік деп сөйтіп күлді да, сөйтіп еді әже айтты, мен точно жаңағы тура көзі есімде жоқ, бірақ жүзік бергені есімде деді. Содан кейін енді дүниеге қыз келді ғой. Не себеппен сен тұрмысқа 33 жасыңа дейін шықпадың? Санаулы секундтардан соң біздің студияда Жұлдызай өз сырын жайып салады. Әрқайсының өйстіп аяққа тұрғанын көрген сайын жылап алатын кезім болады. Жетілдік ау әйтеуір деген. Жұлдызайдан күтпеген жаңалық. Демек біздің көрермендерге бір жағымды хабар алып келіп отырсың, эксклюзив десек болады, иә? Себеп мен үйдің үлкенімін. Көп қиыншылық көрдім десем болады. Әке-шешеме қарап көп қиналған кездерін көрдім. Жоқ кездерді де көрдік. Бар болып тасып кеткен кезіміз де болды. Жоқ болып қалған кезімізде үйде жейтін нан болмай, тіпті продукты болмай қалған кездер болды. Болды ол кездің бәрі. Солардың бәрін көргеннен кейін мен әке-шешеме бір көмектескім келді. Осы менің әке-шешемде неге жұрттың әке-шешесі ұқсап жарқырап жүрмейді? Қашанғы бұлар бүйтіп жүреді? Егер мен қараймын ғой енді жан-жағымда ағайын туыстарыма, егер мен ерте тұрмысқа шығып кетіп жатсам, ол кезде ойлаңыз қазіргі таңда ғой, енді қазір бәрі келісіп жатады. Міндетті түрде қыздың артынан дүние апару, жаңағы киімін апару, той жасау, ондай нәрсенің бәрін жасауға тура сол мен егер мектеп бітіре салып тұрмысқа шығып кететін болсам, ондай нәрсеге біздің жағдайымыз келмес еді. Сондықтан мен ұзақ уақыт жүрдім. Оқуға түсейін, оқуға түскеннен кейін жұмыс жасайын кішкене, сол жаңағы әке-шешеме кішкене болса да жасаған жақсылықтарын ақтап берейін. Енді жасап ақтай алмаймыз ғой біз қанша нетсек те бір дүниеге әкелгеніміз. Бірақ дегенмен қолымыздан келгенше. Одан кейін өзімнен кейінгі қыз оқуға түсті, оның қасында бір жыл жүрдім кішкене үйретейін деп. Одан кейінгі сіңілім оқуға түсті, оның қасында біраз жүрдім кішкене үйретейін деп. Кішкентай сіңіліміз оқуға түскен кезде мен неге екенін белгісіз, мен Алланың өзінің бір сәт салып тұрған кез ғой, мамама айттым, енді кішкентай қыздарың оқуға түсті ғой, құрсын маған рұқсат беріңдер күйеуге тиюге деп күліп, мамам айтты, біз саған қашан рұқсат бермей жүредік деп. Жоқ, енді әзілдеп айттым ғой дедім, бірақ соны Алла аузыма салды ма, сол қыз оқуға түсті, келесі жылына мен тұрмысқа шықтым ғой. Демек сен өзіңді туған туыстарың үшін құрбан еттің ғой. Сені ешкім сұраған жоқ.
мен өзімді өзім құрбандық жасаған шығармын, мүмкін ол ағайын туысқа жасаған құрбандық деп айтсам үлкен нәрсе болып кетер, бірақ мен өзім солай жасағым келді. Мен бәр нәрсе, әлі күнге шейін менде бәр нәрсе жаңағыдай контрольда болғанын жақсы көремін. Бәр нәрсені. Өзің қадағалауың керексің. Өзім қадағалауым керек. Бәріне солай үйренгем. Кейде маған үйде қыздар ренжіп жатады осы үшінші. Ай, қойса енді күйеуге тидің ғой, баршы айналайын өзің қызыңды уайымдашы деп. Жарайды деймін да, бірақ міндетті түрде қайтадан соларға бір звондамасам, үйге бір звондамасам, көңілім көлшімейді. Мен бірінші рет Шымкентке Шаншар театрына кеткен кезде үйіме звондап, ол кезде сотка деген нәрсе жоқ қой, енді шығып жатқан кез таксофон болатын, неден барып, переговорныйдан звондап, мамама барып, мама, есікті құлтадыңыздар ма деген ғой. Сен мамам, ойбай, немене сен кетіп есікті ашып жатамыз ба, келіп құлтап кетсе деп әзілдеген. Мен ұйықтаған кезде де есіктің бәрі құлтанды ма, қадағалап жатып солай. Білмеймін, өзімнің барым солай. 18 жасыңда сен өзіңе сондай бір жауапкершілік алдың. Мен әке-шешемді жеткізбейінше соңымнан ерген сіңілдерімді, бауырларымды жағдайын жасамайынша мен күйеуге шықпаймын деген өзіңе бір ант еткен болып отырсың ғой. Иә, десе де болады. Ал сенің жақындарың осы туралы не ойлайды екен? Экранға назар аударсақ. Жұлдызайдың өмірге келуі ерекше, оны қаншалықты күттіп өмірге келгеннен кейін аяққа тұрғанша, жасқа толғанша ғой енді. Өте көп ауыршаң болды. Әкем көп айтады, кішкентай кезінде мүлдем жүрмейтін өзі деп. Аяғына аяқ киім киіп алады да, туфлиім менің қысты, аяғым ауырды деп папа айтатын, қолдан түспейді деп. 1 жас, 2 жасқа дейін көтеріп жүретінбіз деп сөйтетін жүре алса да, жастайынан 2-3 жасқа толғаннан бастап жаңағыдай өнерге жақындығын білдірді. Ол кезде жаңағы жер үйде тұратын боламыз. Тапшанға шығып алып, Роза апаңның алғашқы шығып жүрген кездері ғой. Зонтигіне ұзын нені бантикті байлап алып, микрофон қылып, күә бол жұлдыз, күә бол айым деп өлең айтатын. Әлі есімнен кетпейді, 2 бантигін 2 жаққа тағып алаттан аны нетіп, сіздер отырып та шапалақтаңыздар. Мен сахнадан айтып жатырмын деп солай нететін. Содан бастап байқадым өнерге жақын екенін. Мектепте оқып жүргенде бір сәті есімде, мен жұмыстан келсем, сіңілілерінің шашын алам деп құртып қойып, қыздар жылап, жаңағыдай. Ол кезде парикмахерға білмеймін ғой, жағдай жоқ па, ақша жоқ па. Сол бір оқиғасы есімде қалыпты, әбден ұрсып, біраз сөз естігені бар енді. Балабақшада жүретін кездеріміз, кейде сенбі кездерінде демалыс болады балабақшада. Ата-анам жұмыста, сонымен еріп, музыкальный школада оқитын онда Жұлдызай 8-ші классында. Бір күні еріп барғам қасына. Жолда бір ата болатын, үнемі пирожки сатады, ішінде күріші бар деп соған қызығып баратынмын. Сонда үйге тастап кетуге қорқады, қасына ертіп барады. Бір күні бір сол музыкальный школасына барсақ, сабақ өтуде өзімен осындай коридорда сыртта күтіп отыратын ол кісіні. Ұйықтап қалыппын ана жерде отырып. Бір оянсам, білмеймін, ол кісі кет қалған екен деп өкіріп жыласым бар ана жерде. Сөйтсем, ары бері өткен ол кезде орыстар көбіне бар мұғалімдер. Не болып қалды бұл қызға дейді, мен түсіне бермеймін ойынша, көзім бақырайып қарап отырмын, сөйтсем Жұлдызай бір кабинеттен шығып келе жатыр екен, оны көріп, одан сайын өкіріп жылады. Ол 8-9 класстан бастап жұмыс істей бастаған. Кафелерде ән айтты. Әлі есімде бір күні жылап келді, алғашқы барған кезі болатын. Кафеде бір тойма, кішігірім отырыстама ән айтып келіп, ол кезде 3 теңгелік Сүйінбай атаның суреті бар, жасыл қағаз ақша болатын, соның 6-ауын алып келіп, мен 18 теңге төледі маған деп өкіріп жылап келген болатын. Енді мен түсінбеймін, ол кезде оны намыс көріп жылады ма, жоқ өзінің алғашқы еңбек табысы деп жылады ма, бірақ сол сәт қатты есімде. Еститін әйтеуір, осы бір стипендия алған кезде бір еркін бір сосиска мен жұмыртқа қуырып жемесем деп не арман екенін білмейтін, соны өзіне жаратқысы келетін шығар, мүмкін ақшаны білмеймін. Сол ақшаны алып келіп, ол кезде заман ауырлау болды ма, әке-шешем қарапайым жұмыскерлер болды, ақшасын алып кеп беретін, үйде сол ақшасын жинап киініп жататын, бір 5-6 айда бір ақшасына, стипендиясына киім алып жатады. Сахнаға шыққаннан кейін қуандық, телевизорге жиналып көретінбіз бәріміз, туған туыс. Хабарлайтын тұғымыз, ойбай пәлені күні концерт көрейін деп жатыр, Жұлдызайды көрсетейін деп жатыр деп, қуанғандыққа тұрарлықтай нәрсе ғой енді қуандық.
достарымызды, жарандарымызды апаратын тұғымыз бәрін өзіміз билет алып осы деп әсіресе Кентауға барғанда, осы Шымкентке келгенде концерттерінде жаңағыдай живой көреміз деп, телевизордан көргенде деп, телевизордан көріп мақтандық. Қайда жоқтың бәрін естетсіз. Жаңа 18 теңгені алып келген кезде жылаған кезім, мен де әйтеуір табыс табуға жеттім ау деген ой болды. Бір жағы намыста болды. Өйткені мен енді кішкентай қалада тұрдым ғой, Кентау деген. Мүмкін үлкен қалада оны түсінетін шығар. Біздің қалада кафеде ән айту дегенді бірі түсінсе, бірі түсінбейді. Ұялғанда кездерім болды. Бірақ мен оған арланған емеспін, өйткені мен ең бастысы әке-шешеме қарайластым. Ең бастысы бауырларыма қарайластым. Оған өкінбеймін де, өйткені қазіргі таңда мен міне Лизаны шыны керек мынандай киімде неде өзім бірінші рет көріп отырмын. Өйткені әрқайсының өйстіп аяққа тұрғанын көрген сайын жылап алатын кезім болады. Жетілдік ау әйтеуір деген. Сөйтіп жаңағы 18 теңгені алып, сонда да өзіме қатты жаратуға қимай, ертесіне мама екеуміз базарға шықтық. Мамам айтты, енді өзіңе бірдеңе алып ал. Ақ жемпір сатып алғам, әлі есімде. Ол жемпір әлі бар. Әлі сақтап қойдым. Ең бастысы сол ақ жемпірді өзім алғаныма қатты қуандым. Өйткені шынында да ол кезде 3-4 қызбыз, төртеумізге бірдей киім, төртеумізге бірдей жағдай жасау, қиын кездер. Мен айттым ғой, жаңағыдай тамақ болмай қалатын кездерде болатын. Бір кезде бір қатты ауырған есімде. Үйде шында да жаңағыдай азық-түлік жоқ. Осындай бір жапырақ қана ет, сүйегі бар, еті бар ма жоқ па білмеймін. Бір қызылша. Содан мамам маған сорпа жасап берген, маған ғана. Өйткені ананы көп қып жасаса, ананың дәмі кетіп қалады да, мен ауырып жатырмын. Қатты температура, құлағым ауырып жатыр. Соны әлі күнге шейін айтсам, мамам кейде қойшы, соны айтпашы деп жатады. Бірақ мен айтам ғой, сол сорпаның дәмі әлі күнге шейін аузымнан кетпейді. Кейде мамаға күліп жатам, мама баяғыда ет жоқ кезде күшті істейтініңіз, немене қазір тамақтарыңыз дәмі жоқ па деп. Бірақ сол кездегі дәм әлі күнге шейін қалды. Мен өмір өз ақшамды тапқан қаражатымды өзіме жұмсаған қыз емеспін. Өмірі. Мен стипендиямды жинап, мен кішкене бір жерден тапқан ақшамды жинап, концертке шыққан ақшам болсын, беріліп жатқан премиальный, біреу әйтеуір бір сыйға, тойға барғанда жаңа домбырамен ән айтсаң ақша берген деген сияқты сол ақшам бәрін жинап, мен тек үйіме дүние алатын тұғым, қолымнан келгенше ғой, бір қырғын дүние алмаймын. Үйді жасауға тырыстым, әке-шешеме көмектесуге тырыстым. Жалпы осы актерлыққа қалай келдің? Менің арманым заңгер болу болатын. Заңгер? Иә, менің әлі күнге шейін арманым. Неге екені белгісіз, мен өмірде айттым ғой, көп қиындық көрдік, көп әділетсіздік кездер көп көрген кезімде жан жағымнан. Соны ойлайтын, мен заңгер болуым керек. Бірақ заңгерлікке тағы да сол ақша жоқ болғандықтан оқи алмадым. Содан кейін мен өзімнің музыкалық білімім бар, жаңа музыкалық мектепте оқыдым дедім. Мен онда да әртіс болам деп емес, мен қалай да осы оқуға түсейін, оқуға түсу керек. Иә, өйткені ол кезде оқуға түсу керек. Оқуға түспесең позор, елге қайта алмайсың. Сондықтан мен ойладым, мен осы театральныйға түсейін. Егер түс алсам, егер осы менің нем болатса, түсіп кетейін дағы, бірақ келер жылы ақша жинап, мен қайттан заңгерге ауысам деп, өзім солай шешіп түскем. Бірақ енді түскеннен кейін шыны керек қызығып кеттім. Қызықтым, оқыдым, сөйттім дағы 4 жылдың қалай өткенін білмей, мен актерскийді бітіріп шықтым. Театрда істеп жүрдім дағы, бізді Уәлибек Абдырайым шақырды Шаншарға. Сол кезде Уәкеңнің бір сөзі қатты қызықтырды мені. Жұлдызай, қазір сол кезде шоу-бизнестің енді көтеріліп, Бауыржан шоудың әсіресе дүркіреп тұрған кез. Сен көрдің бе соларды деді, қандай ақша табады.
сен қазір мүмкін 1-2 жыл қиналарсың деді, кішкентай жаңағы айлықпен немен. Бірақ атың шыққаннан кейін деді, қазір 3000 теңге алсаң, атың шыққаннан кейін бір тойға кіріп шықсаң $3000 алатындай дәрежеге жетесің. Деді, шүкір Аллаға. Мен сол сөз қызықтырды да, мен бірденнен ойланбастан театрды тастап, Шаншарға Уәлібек Әбдірайымовқа келдім. Шынында да 3000 айлыққа келдім. Бірақ қазір шүкір тәуба. Уәкеңе келгеніме өкінбеймін. Өйткені шынында да алғашқы үлкен сахнаны, алғашқы эфирді маған Уәкең берді. Біздің жалпы хабарымызда Инстаграмның қолданушыларынан келген сұрақтар бар. Саған арналған қолданушылардың сұрақтары бар екен, соларға жауап берсең. Жоқ, ренжімейді. Енді ол кісі, мен ол кісілердің әулетіне барып әртіс болған жоқпын ғой. Мен жалпы баяғыдан әртіс екенімді біледі, өнерде жүргенімді біледі. Сондықтан оған ренжімейтін шығар, өйткені маған бірде-бір рет ренішін білдіріп, неге осылай айтасың деп айтып көрген емес. Мен тіпті өзімнің енемді әзілге қосып айтып жатам ғой. Ене туралы бір әзіл айтып бересің бе? Дәл қазір. Дәл қазір ма? Дәл қазір. Енелер мен келіндердің кемесі дейді, екеуі бірдей бір теңізде бір жаңағы неге шықты дейді. Путешествие дейміз ғой, саяхатқа. Содан бірден дауыл болып кетіп, енелердің кемесі аударылып кетіпті дейді. Сонда келіндердің кемесінде жаңағы дискотека болып жатыр дейді. Той жасап қуанып, біздің дым қатысымыз жоқ, Құдайдың өзі берді, өзі алды деп қуанып жатыр дейді. Сөйтсе бір бұрышта келін жылап отыр дейді. Бәрі таңғалыпты, енді ойпырмай енесін жақсы көретін бір келін бар екен ғой, мүмкін емес бұл деп ана келіннен барып сұраған ғой. Неменеге жылап отырсың, қайта қуанбайсың ба, енең өліп кетті, қуанбайсың ба десе, менің енем үйде қалып кетіп еді деп жылап. Инстаграмнан келіп түскен келесі сұраққа назар аударсақ. Түк мінезі дегенде мен біреудің артынан бірдеңе айтқаннан гөрі бетіне айтқанды шынында да жақсы көремін. Артынан айтқан нәрсені өсектеп ойлаймын. Келсем. Онда да жаңағы өзіме жақын деген адамдарды ұнамаған жері, дұрыс жасамаған нәрсесі, танымайтын өзге бөтен адамға барып айтпаймын ғой енді мен. Ойбай, мынауың дұрыс емес, өзіңе қарап ал деген сияқты. Мен өзімнің жақындарыма айтуым мүмкін. Жақын болғанда да араласатын адамдарыма. Ұнамай қалса мен айтамын, неге осылай деп атсыз деп. Өкінетін кездерім әрине болды, болады да. Өйткені адамбыз ғой, енді кейде ашудың үстінде дұрыс емес айтып қалатын кезіміз болады. Келесі сұрақ. Енді сондай жағдайлар менде өте көп болып кетті. Соңғы кездерде біреуге сеніп тапсырған дүнием болмай қалып жатады. Біреуге сеніп қасында жүрсем, соңында тіршілік бітпей жатады. Сондай бір кезеңдерде жазылған мақала, бір жазылған журналистке айтылған не болған шығар, енді адамға сенуден қалдым деп. Нақты қай жағдай мысал үшін? Менің театрдан кетуім, Алдараспаннан. Өйткені мен Нұржанға көп сеніп, соңынан ергенімде кішкене екеуміздің арамызда бір түсініспеушіліктер болып қалды да, мен сол кезде қатты қынжылып, мен адамға сенуден қалдым деп солай жазғаным барды ғой. Өйткені Нұржан деген ол менің былайынша кішкентайымнан деп айтсақ болады. Мектепті бітірген кезімнен бастап араласқан досым, ағам, сырласым болды. Содан біз Алдараспанға бөлініп кеткен кезде кішкене екеуміздің арамызда түсініспеушілік болды. Вот сол кезде мен жаңа тік мінезділігін көрсетіп Нұржанға айтатынды бетіне айтып кетіп қалдым театрдан. Қазір сұхбатың есіме түсіп жатыр, арналардың біріне бергенсің. Солай кетіп қалдым. Бірақ уақыт келе, арада бір жыл өтер өтпес, мен көп нәрсені қайтадан еліктен өткізіп, санап қарасам 14-15 жыл партнер болыппыз сахнада. Нұржанмен. Біз бір нанды бөлісіп жеген адамбыз. Біз кішкентай общежитиеда тұрдық, Шаншарда ойнайтын кезде. Сол кезде Нұржан тойдан келеді, түнгі сағат 3-те, соны біздің есігімізді ұрады.
өзі кішкентай бөлмеде тұрады, біз кішкентай бөлмеде тұрамыз, ол бөлмеде 4 бала шағасымен, әйелімен, қарындасы бар еще үйінде. Жаңа есік тоқылдап, Жүзка дейді. Не болды десең, Жүзка, мен күшті гриль әкелдім, жүрсеңші жейміз деп. Мен қасымда сіңілім бар. Екеуміз ұйқымызды көзімізді ашып үйіне барамыз, Ақнұр шайын жасап қояды. Әпкем деймін ғой, Кентаудың қызы болсын, келіншегін. Сонымен шайымызды ішіп аламыз. Ертесіне мен бір жақсы бір дүние алып келсем, мысалы үшін бір ерекше печенье алып келсем де болмайтын болса да, мен мынандай бір печенье сатып алып күшті екен, жүрсеңші үйге барып шай ішейік деп, осылай өскен адамбыз біз. Шынында да солай жүрген адаммен бір сәтте ренжісіп қалғаныма кейде шынымды айтсам өзім де қатты өкінемін. Не жетпеді сонда сендерге? Енді жетпеген сол Құдай-ау дүние ғой, басқа не? Келісілген сомма сол болмай қалды, берілмей қалды. Ақша ғой, иә, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Сендердің араларыңды бұзған ақшаның соммасы қанша? Жарнамадан соң жіберіп алмаңыз. Халықтың ерке қызы сахнаға қайта орала ма? Тука, сен Жұлдызайсыз Тука емессің. Жұлдызай көрерменіне қандай тосын сый дайындады? Демек біздің көрермендерге бір жағымды хабар алып келіп отырсың, эксклюзив десек болады, иә? Ал оны айтпай қойыншы. Әжептеуір бірақ. Әжептеуір болғанда достықтың құны қанша деп айтып отырған? Жоқ, ол демек ол достықтың құнына ештеңе жетпейді деген сөз. Екеуміз өйткені қазіргі таңда қайтадан түсінісіп, достасып, кешірім сұрап бір-бірімізден айтпақшы, иә, осы келесі Алдараспан концертіне қайтадан мені көресіздер сахнада, Нұржанмен бірге. Сондықтан демек ол ақша екеуміздің достығымызға сызат түсіре алмады деп ойлаймын. Өйткені егер сызат түсірген болса, кешірілмейтін дүние болса, біз екеуміз қайтып сахнаға шықпас едік, бір-біріміз кешірмес едік. Демек біздің көрермендерге бір жағымды хабар алып келіп отырсың, эксклюзив десек болады, иә? Бұны ешкім білмейді. Иә, енді шығамыз. Бізді енді шынында көп халық уайымдады. Тіпті үлкен кісілер звондап, ай, айналайын, Жұлдызай, Тука екеуің қосылсаңдаршы деп, как будто мен айтам, тура бір ана әйел мен күйеуі ажырасып кетеді ғой, сөйтіп екеуін қайтып қосып жатады ғой, бүкіл екі жағы жүріп. Сондай сияқты болды, бір сондай қалыптасты, халықтың арасында бір жағымен қуандым. Шынында да халық бізді жақсы көреді екен деп. Енді осының бәрі халықтың тілек ниеті деп ойлаймын. Екеуміздің түсінісуіміз қайтадан. Құдай қаласа, Алла берсе, Алла амандығымызды берсе, келесі Алдараспанның кезекті концертінде мені көресіздер. Әмин. Міндетті түрде барамыз. Шақырасың? Әмин. Шақырам. Тука, сен Жұлдызайсыз Тука емессің. Нұржан екеуің бір скетч жасағанда, Нұржан ол кезде бір бақсының рөлін сомдап, ал сен бір көріпкелге сенетін, бір бала көтергісі келетін бір келіншектің рөлін сомдаушы едің ғой? Иә. Өмірде сен жалпы көріпкелдерге сенесің бе, бақсыларға? Сенбеймін. Бағана мамам айтып кетті ғой, менің кішкентай кезімде көп ауырған депші. Сол кішкентай кезімде ауырған кезде, бірақ сол қазақшылықпен ғана алып қалғанбыз деп мамалар айтып жатады. Ал былайынша өзім көріпкелге сене алмайды екенмін. Біздің хабарымызда нумерология деген айдар бар. Бұл жерде Айсұлу есімді нумеролог, кәсіби маман. Кейіпкеріміздің кім екенін білмей, тек қана туған жылына, айына, күніне жүгініп, өзің туралы бір сипаттама айтып беруге дайын. Бұл енді бір көріпкелдік емес, бұл кәдімгі әлем мойындаған ғылым. Көрейік. Наша героиня родилась 18 июня. Вообще это нумерология людей, у которых мечты сбываются быстрее, чем у кого-либо. И если с детства такие дети мечтают, они могут себе намечтать невероятную судьбу. Что мешает? Где-то, наверное, чрезмерное чувство такой, знаете, гиперсправедливости, гиперответственности ко всему очень подходит, так что потом сама может сожалеть об этом. И немного подвержена колебаниям, сомнениям, но в целом, конечно, это нумерология гармоничного человека, поскольку у нее все цифры присутствуют. Она, значит, очень приятна в общении, она даже красива, у нее способности есть говорить правильно и хорошо, она умеет строить речь, выстраивать ее, и у нее на все есть свое мнение, именно вот, которое она считает, оно вот прямо, ну, правильное, что ли. Оно может быть, конечно, иногда и неправильно, но она при этом очень уверенно свою позицию может
заявлять и говорить о ней. Иногда может ошибиться именно в определенные периоды жизни. И сейчас именно тот период, когда ей желательно и в этот год, и в следующий быть более аккуратнее с принятием решений, поскольку эти решения могут увести ее в неправильное русло, и, в общем-то, в отношениях с близкими они тоже могут как-то охладить. Поэтому быть более бережнее в отношениях с любимыми, с близкими, с родными. И где-то, наверное, не принимать ошибочных, импульсивных решений. Келісесің бе? Келісемін. Тур мен туралы айтып отқан сияқты шынында да. Тур менің мінезімді сипаттап беріп отқан сияқты өзіме. Шынымды айтайын ба? Айтыңыз. 100% келісем. Атың затыңа сай болып жүрсін, жұлдызың да, айың да жарқырай берсін. Соның нұры, сәулесі отбасыңа, өзіңе, туған туыстарыңа, біздің көрермен қауымға шуақ боп шашылып жүрсін. Әмин, рахмет. Бір-бірімізге ашық болайық, ал өмірімізге ғашық болайық. Өйткені осылай өмір сүру менің ойымша ұят емес. Ертең көретіндеріңіз. Халықтың сүйік толы Қайрат Нұртастың анасы жан сырын ашып айтады. Тапқан ақшасын санаудан неге жалықты? Казиноға ақша құртқан үшін дейсіз ба? Енді ол бір кездері болды. Үйінен аттап басуға неге сонша қорықты? Мама енді мені ату жазасынан етема, адам өлді ғой. Қайрат Нұртас жол апатына неге жиі ұшырайды? Не деген тілгөз табылады? Анасында не деген тілгөз? Оған даже өлімге оқып қойған.